Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен крипто базар. Бүгін менде 2023-2024 жылғы жасалған қателіктер, дәл қазір рынокқа келсем, мен не жасайтын едім, сол нәрселер жайлы айтып беретін боламын. Әрине сіздер рынокқа енді келіп жатсаңыздар, әлі көп нәрсені түсінбейтін болсаңыздар, бұл нәрселер сіздерге өте жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Ал енді каналға тіркелмеген болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қойып ұмытпайық. Ең бірінші бізде 2023-2024 жылы қандай қателіктер жасалды? Әрине, биткоин 2021 жылғы медвежкадан кейін, құлаудан кейін 2022 жылдың соңында қарай бізге ең төменгі нүктесін қойды. Одан кейін рынок қайтып өсіп бастады. Мен өзім 2023 жылы көктемде примерно қайттан рынокқа кіріп бастадым. 2021 жылдан кейін. Бұл жерде ең бірінші қателіктер бізде, мен әрине ең бірінші үлкен қателіктердің бірі ол биткоин сатып алмау. Яғни мен білесіздер, биткоин осы жерлерден бізде сатып алуға мүмкіндік болды, бірақ мен сатып алмадым. Неге? Менде өзімде ең бірінші акцент ол кезде альткоиндарға және де жаңа монеталарға болды. Яғни мен Solana сатып алдым, Avalanche сатып алдым. Avalanche қателеспесем мен осы 12-9-10 долларлық кездерінен бастап Avalanche сатып алдым. Бірақ ерте сатып жібердім. Ол неге? Қазір айтып беремін. Solanaны да біз қателеспесем $8 мен сатып алмадым. Ең төменгі бағасы $8 болған. Бірақ Solana менде ең бірінші Solanaға покупка менде қателеспесем бұл жерден емес, $30 айналасында болды. $50 мен Solanаны тоже саттым. Неге? Ол кезде бізде Aptos, Sui деген сияқты жаңа монеталар шығып бастады. Яғни мен просто Avalanche, Solana секілді өскен монеталарды Aptosқа ребалансировка жасадым. Яғни жаңа монеталарға ребалансировка жасадым. Мен Aptosты білесіздер. Менде Aptos'тан басталды деп ойлаймын. Пост менде екінші каналымда қателеспесем, ескі каналда менде пост болды, типа Aptos сатып алдым деген. Aptos менде ең бірінші сатып алған кездер екі емес, тұрғалдайым. $4,5 кезінен бастап сатып алынды. Тапсам, міндетті түрде скрин жапсыра саламын. Менде потому что мен сендім Aptos жайлы менде пост болды. Себебі менде фьючерс позицияларда болды Aptos'тан. Екінші фьючермен, үшінші фьючермен Aptos өте жақсы өсім көрсетті. Aptos'ты, яғни мен осы екінші ростында қателеспесем. Осы жерлерде шықтым. Пикінде емес, $13-10 бастап мен Aptos саттым. Aptos'тан кейін мен әрине Sui сатып алдық. Sui Aptos'тан кейін қателеспесем 1-2 айдан кейін ғана листингке шықты. Sui сатып алдым. Sui'ді мен өте ерте сатып жібердім. Қателеспесем мен $0.50 бастап Sui алынды. Тіпті одан төмен алынған кездерде болды, бірақ $1.8, $1.5 менде Sui сатылды. Әрине пикында көргендеріңізде $5 дейін барды. Solana'да дәл сол секілді пикында $289 дейін барды. Енді Aptos қана ең удачный покупкалардың бірі болды осы сезондағы, яғни осы циклдағы. Одан кейін әрине бізде L2-лар, AI-лар, яғни айналасында өте хайпы көп проекттер шығып бастады. Бірінші бізде AI проекттер басталды, одан кейін L2, яғни Starknet, CK, Optimism, Arbitrum секілді монеталар. Әрине ең бірінші Arbitrum листинг болды, одан кейін Optimism болды, үшінші Starknet, соңында ZK. Яғни мен Aptos, HFT, Avalanche секілді сатылған монеталарды осы монеталарға құйып бастадым. Менің ең бірінші және де ең үлкен қателігім, мен Starknet'тің капитализациясы $3 миллиард екеніне қарамастан $2 сатып алдым. Тіпті $1,5, $1, $0.8 сатып алынған кездер көп болды. Менде Starknet былай шыққан кезде өте көп сатып алынды. Бізде Starknet'ке акцент өте жақсы болды, себебі бұл Layer 2 хайповый тема, сондай. Одан кейін VLD, әрине бұл AI. Бізде AI монеталар өте көп болды. Но көбісін мен ұстаған жоқпын, былай шыққан кезде саттым, алдым, кішкене көтеріледі, саттым деген сияқты. VLD шынымен де
өте мықты разработчиктармен жақсы ақша бөлінген айлардың арасындағы ең мықты проекттердің бірі болып көрінгеннен кейін мен VLD сатып алдым. Әрине VLD-да бізде фич позиция болды. Менде тоже телеграмда пост бар. Осы жаңа криптобазар каналында қарасаңыздар болады. VLD деген менде осы криптобазарда басталған тема. Қателеспесем $400-500 дейін фьючерста көтерілді. Одан кейін бізде спотқа сатып алған кезде қай кездерден бастап сатып алдым? Қателеспесем 2024 жылдың соңдарында сатып алдым, яғни 2.5, ну 1.7, 1.8, $3 бастап сатып алдым. Әрине VLD $11 дейін өте жақсы өсім көрсетті, бірақ бізде өкінішке орай менде кейін басталды VLD. Яғни $11 мен шыны керек көрген жоқпын. Но $3 мен сатып алуым мүмкін. Оны осы кездерден бастап VLD сатып алымда әрине рост көрсеткен кез болды. Міне осы жерлерде бізде көргендеріңізде жақсы рост болған кездер болды, бірақ өкінішке орай дәл қазір өте қатты бағасын құлатты. Бұл монеталарға біз қалай алдандық? Капитализациясы көп екеніне қарамастан біз жақсы алдандық бұл монеталарға. Мен өзім алдандым. Неге? Себебі бұл монеталардың айналасында хайп өте үлкен болды. Сол себепті мен өзім алдандым. Мысалға алатын болсақ, жаңа монеталардан ешқандай қатты хайпсыз, аккуратно өскен монета бар. Ну, әрине мем коиндардың өте көп, жақсы өсім көрсеткен, тіпті 40, 50, 100x-қа дейін мем токендер болды, өсім көрсеткен. Pepe, осы жыл шыққан тағы да Bonk, Shmonk деген сияқты, Fartcoin деген сияқты монеталар болды, өте жақсы өсім көрсеткен, бірақ фундаменталдардан Hyperliquid бар. Hyperliquid $4, $5 мен сатып алмағам. DEX фьючерсный биржа дәл қазірдің өзінде өте жақсы жұмыс жасап тұр. Мен өзім бұл биржада өте көп фьючерс позициялар торговать еткем, дропқа қатысып, дроп алған бұл биржадан. Менде бұл биржа жайлы каналда бар, видео қарасаңыздар болады, автормен бірге түсірілген. Ну, бұл биржамен тоже $150 ма дроп алғам. Ну, $4-5 көрген бұл монетаны. Көргендеріңізде пикінде $60 дейін жетті. Қазірдің өзінде $32. Пикынан 50% ғана құлады. Ал біздің сатып алған монеталар 70, 80, 90, 100% дейін құлады. Менің дәл қазір портфелім былай шыққан кезде 60% минуста. Одан кейін Wormhole менде үлкен қателіктердің бірі. Менде өзім айта аламын, ең үлкен қателік бұл Wormhole мен Starknet монетасы ғана. Қалғандары более-менее болады деп айтуға болады. Себебі қараңыздар, Wormhole менде шынымен безрассудно деп айтуға болады. Сатып алынды, капитализациясы 1.8-2 миллиард кезінен бастап сатып алынды. 1.8-2 миллиард дәл қазір ойлап қарайтын болсақ өте көп. Бірақ бұл монеталарға шынымен ақша өте жақсы бөлінді. Мысалға алып қарайық. Дәл қазір Hyperliquid'тің өзін алсақ болады. Hyperliquid'тан 2-3 есе бұл монеталарға көп ақша бөлінген. Яғни мықты фондтар инвестировать еткен. Былай айтқан кезде Hyperliquid емес, осы монеталар топтап тұруы мүмкін еді. Мысалы Avalanche бар, Sui бар. Suiға жақсы ақша бөлінді. Ну, мысалы Avalanche, Shadira, X бар. Тағы жаңадан шыққан қандай монеталар бар? Мысалы Aster, бұл монеталарға қарағанда Wormhole, Starknet секілді монеталарға көбірек ақша бөлінді. Мүмкін сол нәрсеге мен өзім қатты алдандым. Мен ғана емес, өте көп инвесторлар. Мүмкін оларда басында рекламада жақсы болды. Әрине ол жерлерде airdroптар болды. Дроп өте жақсы таратты. Starknet бар, Zeki бар, жақсы дроп таратқан. Arbitrum Optimism негізінде шынымен қатты хайп болған жоқ. Starknet пен Zeki'да менің ойымша өте үлкен хайп болды. Сол нәрселерге алданды. Ал Wormholeға мен өзім қызықтым. Сол себепті Wormhole менде сатып алдым. Әрине көргендеріңізде Wormhole менде дәл қазір өте үлкен минуста деп айтуға болады. Бүйтіп қарайтын болсақ, Wormhole мен орта бағам осы жерлерді алған өзінде 70% примерно минуста Wormhole менде. Яғни менде орта баға 0.1, 0.2, $0.1 деп айтуға болады. 80%-ға дейін минуста почти. Wormhole мен Starknet менде өте үлкен минуста. Қалған монеталар плюс-минус орташа деңгейде деп айтуға болады. Менде Zeki мысалы көп рет плюсқа шыққан кездер болды. Zeki тіпті пикында 2x-қа дейін болды менде. Zeki'ді мен ең бірінші рет қателеспесем осы жерлерде сатып алдым. Себебі Starknet пен Wormholeдан кейін шынымен ойланып бастадық. Одан кейін капитализациялар более-менее түсті деген кезде 500 миллион, 600 миллионнан бастап сатып алынып басталды. Мысалға бүйтіп ашып қарай салуға болады. Қызық емес. Wormhole мысалға қарайық.
2,8 миллиардқа дейін барған капитализациясы. Сики Сикидікі әрине бұл монеталар секілді көп бармады деп санаймын. 1,10 миллиард көргендеріңіздей, мен Зикиді қателеспесем капитализация 500-600 миллиард миллион кезден бастап сатып алып бастадым. Көргендеріңіздей қазір 172 миллион капитализация. Менің ойымша Зики үшін бұл жақсы капитализация. Әрине ары қарай өсуге ход бар деп ойлаймын дәл қазір. Менде қателіктер осы сол стартнетпен негізі көп қателіктер бізде капитализациясына қарамай монеталарды сатып алу, яғни айналасында хайп болды, просто жай ғана біз сатып ала бердік. Себебі мен өзім шынымен ойладым, осы цикл эфирдің циклы болады деп. Мен осыған дейін көп айттым, эфирім биткоинға қарағанда типа фундамент жағынан мықты, капитализация жағынан эфир биткоинді асып өту керек деген сияқты мәселелер. Сол себепті менде әрине эфир капитализациясы биткоинді асады. Сол кезде Layer 2-лер де өте жақсы өсім көрсетеді деген ой болды менде. Менде ғана емес, көп инвесторларда, блогерлерде сондай ой болды деп санаймын. Сол себепті бізде сондай қателіктер жасалды. Енді қараңыздар, мен дәл қазір енді ғана рынокқа келсем не істейтін едім? Мен портфельдің 70%-на топ 20-ны таңдайтын едім деп айтқым келеді, бірақ мен 2023 жылы шынымен рынокқа қайта келген кезде менде үлкен портфель де болмады. Менде ол кездерде, жаңа айтқандай Solana, Avalanche, Chial сатып алынды менде. Тағы да өте көп монеталар негізі сатып алынды. Барлығы 50, 60, 70 максимум менде 2023 жылы рынокқа қайта келген кезде максимум $500 рынокқа кірді деп айтуға болады. Себебі менде фичта оған дейін де позициялар болды, оған дейін де позициялар ашылып жүрілді, бірақ портфель жиналмаған еді. Портфель 2023 жылдан бастап жиналып бастады. Сол себепті де менде прям үлкен суммамен кірдім деп айта алмаймын. Бірақ айлап, кейде 2 айда бір рет, кейде айлап кәдімгідей $100, $200, $300 салынып отырған кездері болды. Яғни портфель менде солай жиналып бастады. Менде ең бірінші келген кезде прям былай $5,000 мен келген жоқпын. Мысалы $5,000 осы криптаға деп арнап. Ал сіз солай келетін болсаңыз, сізге не істеу керек? Сіз 70%-ын топ 20-ға инвестировать еткен дұрыс деп санаймын. Қалған 30%-ын ғана Layer 2 осындай AI деген технологияларға инвестировать етуге болады деп ойлаймын. Дәл қазір мысалы қараңыздар. Мысалға, мен дәл қазір рынокқа келдім деп айтайық, $5,000 мен не сатып аламын? Мен ең бірінші эфир сатып алатын едім. Көргендеріңізде 3 сызық тұр бұл жерде, яғни мен дәл қазір мысалы эфирға $2,000 арнасам, мен $2,000-дың 30%-на дәл қазір сатып алатын едім. Қалған 40%-ын осы жерде сатып алатын едім, яғни эфир осы жерге дейін келсе, вероятность бар. Ал қалған тағы да 30%-ын осы жерде сатып алатын едім. Бұл жерде де мүмкіндік бар. Әрине ары миллионер болатын болса, жақындау мүмкін. Тіпті ешкім білмейді, крипта тіпті эфир $600 дейін құлауы да мүмкін. Себебі шынымен бәрі мүмкін, дәл қазір білесіздер. Мирдің өзінде баланс жоқ, нестабильный кездер болып тұр. Кез келген уақытта ядерный оружиені өзі қолданып кетуі мүмкін. Дәл қазір криптаға менің ойымша ешкімнің бұлай уақыты да жоқ деп санаймын. Сол себепті кез келген уақытта эфир құлауы мүмкін. Ал енді сіз қазір рынокқа келетін болсаңыз, осылай сатып алсаңыз болады. Яғни қазір жаңа айтқандай, кез келген монетаны осылай 3-ке бөлек кірсеңіздер болады. Әрине сіз ары қарай кіре алмай қалуыңыз да мүмкін. Яғни ары қарай бұл монета өсіп кетуі де мүмкін. Өссе жақсы. Сіз хотя бы кішкентай суммамен болатын болса да, жақсы плюсқа кете аласыз деп айтуға болады. Ал қалған 30%-на кез келген монеталар сатып алуға болады. Ал мен өзім дәл қазір рынокқа келсем не істейтін едім? Мен топ 100-ден қандай монеталар сатып алатын едім? Топ 20-дан да эфир сатып аламын, міндетті түрде. Қалған монеталардан Avalanche сатып аламын, міндетті түрде. Toncoin сатып аламыз.
Polkadot сатып аламыз. Bolt, Aster қызық емес. Болады Aster сатып алуға кішкене түссе. Жарайды, Aster деп айтуға болады. $1.5 төмен қарай Aster'ді сатып алуға болады. Басқа монеталар мен сатып аламын деп ойламаймын. Интернет компьютер, Ethereum Classic деген монеталар маған қызық емес сияқты. Worldcoin міне. Worldcoin сатып аламыз. Polygon Matic сатып аламыз. Көргендеріңіздей сатып алатын едік. Мен дәл қазір қараңыздар, менде плюста Berachain өте жақсы бағаны кірдім мен Berachainге. Сол себептен мен қазір рынокқа келген күннің өзінде мен Starknet-пен Wormhol'дан басқа монеталардың барлығын қайта сатып алатын едім деп ойлаймын. Мысалы, Zkitsync мен дәл қазірдің өзінде сатып алатын едім. Arbitrum сатып алатын едім. Optimism бірақ алмайтын едім. Яғни мен layer 2 таңда десе, мен Zk мен Arbitrumды ғана таңдайтын едім. Ал блокчейн бірінші уровеньдерден мен міндетті түрде Berachain мен Aptos'ты таңдайтын едім дәл қазір. Себебі Sui кішкене капитализациясы көп секілді. Ал Berachain мен Aptos'та өсуге ход көбірек сияқты. Ал ары қарай AI проекттерден әрине Wormhole, одан кейін Oracle'дардан мен Piz Network таңдайтын едім. Linea өкінішке орай Layer 2-ден тек қана 2 монета болды. Сол себепті Linea мен негізінде өте мықты проект, өте мықты разработчиктар, баяғыдан криптода келе жатқан. Бірақ өкінішке орай біз 2 ғана Layer 2 сатып аламыз. Сол себепті де бұл монетаны мен сатып алмас едім. Әрине Eigenlayer мен Lidium'ны мен қайттан міндетті түрде сатып алатын. Бұл монеталар мықты өсім көрсетпеуі мүмкін, бірақ болашақта менің ойымша более стабильный монеталардың бірі бола алады деп ойлаймын. Яғни көргендеріңіздей, типа Solana, BNB секілді өздерінің осы рыноктан орындарын тауып, ары қарай шимылдай алатын монеталар деп санаймын екеуін. Әрине, одан бөлек бізде Layer 2-лерден де менің ойымша өте көп монеталар рынокта қалады, ары қарай өмір сүреді. Дәл осылай. Яғни сіз енді ғана рынокқа келетін болсаңыз, дәл қазір сізге сатып алуға менің ойымша жақсы мүмкіндік, бірақ өте аз суммаға. Яғни сізде $5.000 рынокқа кіргіңіз келетін болса, соның $1.000 ғана банк жинасаңыз болады деп санаймын қазір. Мысалы, сіз одан бөлек сол $1.000 жоғалтуға дайын болуыңыз керек деп ойлаймын. Себебі шынымен де $1.000 былай шыққанда кейбіреулер үшін аз ақша болғанмен, кейбір адамдар үшін шынымен жақсы ақша, көзге көрінетін сумма деп айтуға болады. Сол себептен $1.000 өзіне жай ғана басында бүйтіп портфель жинап көруге болады. Әрине сіз $5.000 келсеңіз, ал сіз $1.000 келсеңіз, оның $100 ғана, $200 ғана дәл қазір портфель жинап бастасаңыз болады. Әрине ол портфельден міндетті түрде менің ойымша жоқ, Ethereum болуы керек. Себебі Ethereum болашағы бар, әлі де жақсы өсім көрсетеді деп ойлаймын. Мен Ethereum, мен өзімнің ойым, $15.000, $16.000 тек типа вопрос времени дейді ғой, сол сияқты міндетті түрде бұл монетаны осы жерлерден көреміз. Просто уақыт, қанша уақытта екенін ешкім білмейді. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.